Мен өзім мысалы намазға сенбеймін қазір, бірақ 15 жыл намаз оқыдым да. 15 жыл намаз оқыдым, себебі ойладым бар деп намазды. Бар деп ойлағаннан кейін хиджабты да кидім, паранжасын да кидім, араб тілін де оқыдым. Ал көзім ашылып оның жоқ екенін білген кезде бәрін тастадым да. Бірақ Құранды кәдімгі тарихи кітап, арабтың кітабы ретінде қабылдаймын да. Яғни ары қарай ізденудемін. Енді намаз оқитындарға дәлелдеп түсіндіруге тырысамын. Себебі ары қарай өзім сияқты адасып жүрген қазақтардың қаламаймын да, адасып жүргендерін. Мысалы, Порохова Иман Наталья деген мүлде орамал тақпайтын орыстың теологы, жаңа араб тілін аударған әйел бар. Мысалы, нені жоқ дейді, орамалды жоқ деп дәлелдеп берді. Оны біздің жаңа 15 жыл бұрын мешітке келген кезде жоқ орамал деген жаңа Порохова адасқан деді. Ол кезде интернет болған жоқ, өкінішке орай ше. Мен намазға келгенде интернет болған жоқ. Мен тек қана сол мешітке бардым да, мешіттің айтқанын істедім. Одан кейін мешіттің 200-ді сөйлегендерін көріп сәлефилікке кетіп қалдым. Одан кейін сәлефиліктің 200-лігін от души көріп бірақ шықтым да. Бірақ түбінде қорқынышпен қатты күрестім да, мысалы қорқынышпен. Тозақ деп түп сананы қорқытып тастайды. Білім алуға болмайды, сұрақ қоюға болмайды, тайталасуға болмайды, ұрысуға болмайды. Мына жерде намаз оқып, осы ұрысып отырған ешқандай білімді адам көріп тұрған жоқпын мен. Ұстаздары дейді, ұстаздары бұндай дебатқа шықпайды да әрбірден кейін. Өйткені олардың догмаға ғана сенеді. Әрбірден кейін Абу Ханифа бойынша вообще мешітте жұмыс жасайтын адам ақша алуға болмайды, зарплат алуға болмайды. Ал алып отырған зарплаттарын қалай дәлелдеп береді да, мысалға? Болмайды да. Мысалы, мазхабтағы адамдардың 200 екенін таза дәлелдеп беруге болады. Абу Ханифаның бір кітабы жоқ ақидадан мысалға. Абу Ханифаның бір кітабы жоқ, бірақ Абу Ханифа мазхабы ұстанамыз дейді. Ашари Матуриди деген адамның ақидасын ұстанады. Бірақ оның атын, затын, Абу Ханифа, Ашари Матуридиді екі адамды таныған ба деген сұрақ қойса, оған жауап бере алмайды. Тек барлығы қор